Барлығы білген, Тұрсынбектің өнердегі әріптестері Тоқалының тойында болғаны белгілі болды. Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жеке өміріне қатысты жаңа дерек жұрттың назарын аударды. Белгілі болғандай, оның өнердегі бірқатар әріптестері 3 жыл бұрын өткен екінші әйелінің інісінің тойында қонақ болған. Бұл туралы өзгеріс.инфо сайты хабарлайды. Желіде тараған суреттер мен видеоларда Тұрсынбектің өнердегі серіктестері асаба болып, құттықтау айтып тұрған сәттер бар. Бұл кадрлар көпшілік арасында қызу талқы туғызды. Кейбір қолданушылар бәрі білген, бірақ үндемеген деп жазса, енді бірі бұлардың да екінші әйелдері бар шығар деген пікір білдірді. Мен таң қалып тұрмын. Олар бәрін білген. Тоқалының туған інісінің бір жас тойы. Тұрсынбек күйеу балдары Қанат Әлжаппаров, Қайрат Әділгерей, Әбдіжаппар Әлқожа бәрі жүр. Сурет 2022 жылғы деп жазды желі қолданушыларының бірі. Бұл дерек шынымен де көпшілікті таңғалдырған екен. Бұған дейін Тұрсынбектің жеке өміріндегі жағдайды көп адам жаңалық болып қабылдаса, енді тараған суреттер мен видеолар оның айналасындағы өнер адамдары бұл жағдайды бұрыннан білгенін айқындап бергендей. Әсіресе тойда Қанат Әлжаппаров, Қайрат Әділгерей, Әбдіжаппар Әлқожа жүріп, асабалық жасап, құттықтау айтқаны жұрт күткенден де үлкен резонанс тудырған сияқты. Бәрі білген, тек мөлдір білмей қалған деген пікірлердің өршуі де содан. Оқырмандардың да наразылығы орынды шығар. Елге үлгілі отбасы образы көрсетіліп келгенімен, артында мүлде басқа өмір болғаны қазір ғана айқындалып жатқандай. Әсіресе жақын әріптестердің бұл жағдайды біле тұра үндемегені, тіпті тойына қатысқаны көпшілікке екіжүзділік болып көрінгендей. Бұның бәрі Тұрсынбектің ресми түрде ешқандай түсініктеме бермеуінен қиындап тұр. Ал желі қолданушыларының бұлардың да екінші әйелдері бар шығар деген сыны қоғамдағы сенім дағдарысының айқын көрінісі болуы мүмкін.